Ауызашарға бір ерекше тағам дайындағыңыз келіп жүрсе, осы тағамды дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен пита лаваштар дайындайтын боламыз, яғни мини лаваштар. Ең алдымен бізге 350 грамм ұнымызға 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май құйып, ыстық суымызды құйып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Алдымен қасықпен араластырамыз, себебі суымыз ыстық болғандықтан. Одан кейін қолмен араластырып, жаңағы қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымызды целлофанға салып, тынғанын күтетін боламыз. Оған дейін біз жаңағы люля кебаптарымызды дайындай береміз. Ол үшін бізге 1 пияз және 1 сарымсақ қажет болады. Және де көк сарымсақ, укроп өз қалауларыңызша қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Ендігі кезекте осы фаршымызға жаңағы блендерден өткізген сарымсақ пен пиязымызды қосып, 1 ас қасықтай тұз қосып, және жаңағы дәмдеуіштерімізді қосамыз. Қара бұрыш, 1 жұмыртқа қажет болады. Осы заттардың барлығын араластырып, жақсылап ұрып аламыз. Сонда біздің жаңағы кебап дайындау барысында қолға әдемі түсетін болады. Осындай шпажканың көмегімен сопақша етіп кебаптарымызды дайындаймыз. Цельсий градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді фри дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 2-3 картопты осындай ұзыншақ етіп турап аламыз. Турап алғаннан кейін салқын суда 3 қайтара жуған дұрыс. Салқын суда жуғаннан кейін осындай майлықтың көмегімен немесе сүлгінің көмегімен құрғатуға болады. Біздің жаңағы картоптарымыз кеуіп құрғағанша жаңағы тынып тұрған лаваштың қамырын жая беретін боламыз. Бұл лаваш бізде ерекше лаваш, яғни пита лаваш деп аталады. Ішінде қалташасы бар лаваш, яғни ішіне салма салып жеуге болады. Жаңағы пісу барысында қазір байқайтын боласыздар. Осылай қатты жұқа етпей, орташа қалыңдықта кішірек етіп жайып алатын боламыз. Осындай көлемде жайып алатын боламыз. Енді қызып тұрған тавамызда май ештеңе құймаймыз. Осылай қарып пісіретін боламыз. Орташа отта пісіруге болады. Бір жағында осындай кішкене көтеріле бастаған кезде екінші жағына аударамыз. Осылай көтерілген нанымызды ішінде қалташа пайда болады. Сол қалташасына жаңағы дайын болған тағамдарымызды салып, шашпай жеуге болады. Осы лаваштарымыз пісіп шықты. Енді біз күрішін дайындайтын боламыз. Күрішін дайындау үшін 1 ас қасық сары май және 1 ас қасықтай сұйық май құйып, күрішімізді салқын суда жуылған күрішімізді қуыратын боламыз. Кішкене бір 2-3 минут қуырылса жеткілікті.
менде 1,5 кесе күріш, 2 кесе су құйдық. Бая отқа қойып, піскенін күтеміз. Енді картошка фриларымызды да қызып тұрған майда қуырып аламыз. Майымыз молырақ болуы тиіс, сонда картоптарымыз әдемі піседі. Енді дайын болған заттарды міне күрішімізді кесеге салып, міне біздің лавашымыздың іші осындай болып піседі. Тұздық ретінде жаңағы қаймақ болады. Қаймақ болса жақсы, менде майонез қолдандым. Негізі қаймақпен дұрыс. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.